Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жұп-жұмсақ пряниктердің рецебімен бөлісетін боламын. Балалық шақтың дәмі десе де болады. Ең алдымен 250 мл сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Құйып алдық. Енді осы сүтімізді отқа қойып бір қайнатып алатын боламыз. Сүтіміз қайнағанша 125 грамм ұнымыздың үстіне 250 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Видеодағыдай. Жақсылап араластырып аламыз. Міне сүтіміз де қайнады. Енді ұнымыз бен қантымыздың үстіне осы қайнап тұрған ыстық сүтімізді құятын боламыз. Ең алдымен бірінші араластырып жатқанда қоюлау болады. Оған қорықпаңыздар. Ыстық сүтімізге қантымыз еру процесі жүреді осы кезде. Міне осындай араластыру барысында осындай сұйықтау масса пайда болады. Осындай нәзік. Бұл массамыз суығанша қалған 500 грамм ұнымызды аламыз. 500 грамм електен өткізіп аламыз. Негізі ұнымыздың барлығын. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. 20 грамм қамыр қопсытқышымызды саламыз. Ванилин, мен 2 пачка ванилин қостым, өйткені граммы аз болғандықтан. 10 грамм сондай қоссаңыздар болады ванилинді. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Салып алған соң міне оған дейін біз араластырып алғанша жаңағы массамызда суып қалды. Оның үстіне 50 мл сұйық майымызды, сосын жұмыртқа, бір жұмыртқа, сосын бір жұмыртқаның сарысын ағынан ажыратып алдым, ағын бөлек қойып қойдым. Жаңа қамырымызға енді бір жұмыртқаның ағы мен бір сары уызын салдым қазір мен. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы бір келкі масса болғанша. Видеодағыдай жақсылап араластырып аласыздар. Араластырып алған соң ұнымызды, жаңа араластырып алған қалған ұнымызды бірнеше бөлікке бөлу барысында салып, жұмсақ, әдемі, нәзік қамыр илейтін боламыз. Мен шамалысын салып алып араластырам бірінші. Бірден салып жүрмеңіздер. Бөліп салуымыз қажет ұнның барлығын. Мен екінші жартысында саламын ұнның. Сосын қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осылай үстелдің үстіне ұн сеуіп, жақсылап аунатып, 2 бөлікке бөліп аламыз қамырымызды. Осылай дөңгелетіп, қазір оқтаумен жақсылап жайып алатын боламыз. Мен жұқалау қылып жайдым қазір оқтаумен жаю барысында. Сіздер шамалы қалыңдарақ қылып жайсаңыздар болады. Өйткені мен шамалы қатты биік болғанын қаламадым. Жайған қамырларымызды осындай формамен кесіп аламыз, дөңгелекшемен. Бұндай өздеріңіз кесетін не болмаса, жаңағындай формочка болмаса, сіздер анандай бокалдың көмегімен, стаканның көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Кесіп алған пряниктерімізді осындай пергамент қағазына салып, пешімізге 180 градус пешімізде 15-20 минутке пісіріп аламыз. Піскенше барлық пряниктеріміз бетіне жағатын глазурын дайындайтын боламыз. Менде 125 грамм қант ұнтағына жаңағы қалдырып қойған бір жұмыртқаның жаңағы ағы дейді ғой, жаңағы белогы. Соны миксермен жақсылап араластырып, осындай глазур жасап алдым. Осыны піскен жаңағы пряниктеріміздің барлығына осылай шөткенің жаңағы кесочканың көмегімен біртіндеп жағып шығатын боламыз, видеода көрсетілгендей. Біртіндеп жағып шығамыз осылай. Барлығын негізі бір ыдысқа салып, бүйтіп араластыра салуға да болады негізі. Бірақ бұл пряниктеріміз өте нәзік, жұмсақ болғандықтан, олай жасауға келмейтін болғандықтан, барлығының бетіне глазурды осылай жеке-жеке жағып шығатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандай, глазур өзі біраз тұрғаннан кейін қатады. Міне әдемі болып, қалған глазурлерді арасына салып, 2 пряникті біріктіріп қойдым. Видеодағыдай үйде жасап көріңіздер, балаларға қатты ұнайтын болып шығады, өте дәмді болып, еш өкінбейсіздер. Жасап көріңіздер, дүкеннен сатып алғанша өзіміздің қолымызбен жасап көргенге не жетсін. Назарларыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыздар.